Мен Әлбекова Әйгерім дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-гимназия интернатының 74-ші түлегімін. Қайынпа Бүтібаева атындағы грант иегерімін. Қазіргі таңда Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің филология факультетінде білім алудамын. Биылғы жылы 5 жылсыз жарты ғасыр ғұмырын шәкіртіне арнаған ұлы ұстаз Қанипа Омарғалиқызының туғанына 75 жыл толып отыр. Ұстаздық ұлы есімде Мұхтар Әуезов айтып кеткендей, қай дәуір болмасын, ұстаздарды құрметтеген халықпыз. Барлық адамзат баласының өмірдің мәнін түсінуге, жақсы мен жаманды ажырата білуіне бірден-бір себепші тұлға ол ұстаз. Ұстаздардың ұстазы, авторлық мектептің жетекшісі болған халық мұғалімі Қанипа Омарғалиқызының атағы республикадан асып ТМД елдеріне дейін жайылды. Әдебиетті оқыту арқылы адами құндылықтарды бойымызда арттырып, рухани тәрбие беру жолын қалыптастырған Қанипа апамыз өзінің ұлтжандылығымен, қайсар мінезімен, өлшеусіз еңбегімен, шыншыл бейнесімен біздің жүрегімізде мәңгі сақтаулы. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлы ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дегендей, хан апамыз Абай мен Мұхтарды оқытып танытуда көп еңбек жасаған жан. Әдебиетті тереңдетіп оқыту, Мұхтар Әуезов туындыларын мектепте оқыту, Абай шығармашылығын оқыту, Абай және толық адам тәрбиесі және тағы да басқа сынды еңбектері қазақ әдебиетімізде асыл мұраларымызға айналды. Қанипа апамыз ұстаз таразысы шәкірт білімі, шәкірт тәрбиесі дей отыра әдебиет сабағының маңыздылығын арттыра түсті. Ұлы ақын жазушыларымыздың еңбектерін, әр шығармадағы оқиғаны, кейіпкер болмысын өмірмен сабақтастыра отырып тәрбие беру құралына айналдырды. Қанипа апамыз бір сөзінде әдебиет, өнер, тәрбие сабағы, ең алдымен әдебиет, ой сабағы, ойлану сабағы дей келе, ең алғаш әдебиетті оқытудың технологиясын қалыптастырған аңыз адам. Ұлы ұстаз Қанипа Омарғалиқызы мен үшін қайталанбас дара тұлға, ұстаздардың падишасы. Ұстаздың бойында болатын әрбір қасиетті өн бойына жинаған хан апаны әркез өзіме пір тұтамын. Мен ұстаз етіп қалыптастырған шәкірттерім, мен бала махаббатынан, оқушы сүйіспеншілігінен артық бақыт қуанышын сезінбедім деген Қанипа апамыздың сөздеріндегі шәкірттеріне деген асқан сүйіспеншілік сезімін айтпай кетуге болмас. Осы жылы ұлы ақын Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толса, ұлы ұстаз Қанипа Омарғалиқызының туғанына 75 жыл толып отыр. Хан апаның өмірін соңына дейін еңбек жолын жалғастырған, шығыстағы білімнің ақордасы атанған Жамбыл гимназиясына 100 жыл толып отыр. Елдің елдігін сақтайтын әдебиеті, тарихы, жол жоралғысы деген Мағжан Жұмабаев. Сондықтан да тарихымызды, әдеби мұрамызды құрметтеу әр қазақтың парызы деп ойлаймын. Тұңғыш елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолынан құрмет ордені алар кезде хан апамыз ұстаздық ұлы есім, Ұлықбек хандықтан бас тартқан, Әл-Фараби байлықтан бас тартқан, ұстаздыққа жүрегім соққанша қызмет етемін деген болатын. Мен де Қанипа Омарғалиқызы салып кеткен дара жолды жалғастырып, ұстаздық жолында қызмет еткім келеді.